Быйыл Алтын Орданың құрылғанына 750 жыл толды. 16 ғасырдың орыс деректерінде Алтын Орда атауы қалыптасты. Ол 3 ордаға бөлінді. Біріншісі алтын босағалы Алтын Орда, екіншісі күміс босағалы Ақ Орда, үшіншісі болат босағалы Бос Орда. Алтын Орданың негізгі қалаушысы Батый хан. Ол 1227 жылы туылып, 1255 жылы қайтыс болды. Алтын Орданың күшеюі 1235 жылы бүкіл Моңғолдық құрылтайда батысқа жорық жасауда шешім қабылданған кезде Батыйдың есімі тарихи деректерде айтыла бастады. Батысқа жасалған осы жорық 7 жылға созылды. Осы жорықтар нәтижесінде батыс елдерін жаулап алып, Алтын Орданың шекарасын батысқа қарай кеңейтіп күшейе түсті. Алтын Орда хандары Жошы хан, Бірке хан, Жәнібек хан. Алтын Орда мемлекеттері Мауреннахр мен Кавказ елдеріне бірнеше рет жорық жасайды. Әмір Темір Тоқтамыстың өзіне жасаған опасыздығы үшін Алтын Ордаға бірнеше рет шабуыл жасап, өзі әлсіреп тұрған мемлекетті бас көтеріп алмаста етіп талқандайды. Алтын Орда 15 ғасырдың арасында Ақ Орда, Ноғай Ордасы,